Сол бір дәурен қол бұлғайды алыстан, бейне олар айға шапқан арыстан, көк теңізде қалт-құлт еткен қайықпен балықшы ер дәуір толқынмен алысқан. Балықшылар, батыр халық, мәрт халық, сол көрініс қалып еді жатталып, таң қараңғы от алдырып қайыққа жатушы еді-ау ау қарауға аттанып. Қандай ғажап сол көрініс япырмай, еске алармын қалай оны ақырмай. Қарсы алатын балықшыны отбасы, жауды жеңіп қайта оралған батырдай. Сол күндерге тағдыр қайта жолықтыр, қайық келер маржандарға толып кіл, күтіп алып балашаға жағада ау жазатын мәре сәре болып бір. Бара қалсақ жолың түсіп плотқа, қалмайтынды қазіргідей ұнатпай, жалт-жұлт етіп туылып жатқан сазаннан қазан балық беретінді сұратпай. Маржан сүзген балықшылар тереңнен, еңбегімен ел құрметіне бөленген, Бегалы Әмит, Рейс Шаржау Үзбасар, Мұса Қапаш, Ықырат Аңсар төлеген, Садуақас Әбілда, Рабат Сұлтан Пірәлі бейнелері көз алдымда тұрады. Алдахмет, Бақытжан, Ақниет, Нұртайлар жас та болса еңбегімен ұнады. Қосшоқыда Есмұрат Тұма бар еді, ал балығы азық еді кәделі. Су маржанын сүзген Әли әкеге қолғанат болған Бәйділда Ахат бал еді. Сол жылдары кім еңбексіз жаталды, жас жігіттер толтыратын қатарды. Темірзақта әкеміздің бөлесі еңбегімен бригад боп атанды. Ерлер ескерілмей қалса кейбір есімдер, ренжімей ұлдарыңды кешіңдер. Лепес Қоныспай Демекбай жұбатқан Разақ ұялы тарихында жазылатын есімдер. Совет ауылда ол бас кісі, нақ болды төрағаның қатшысы, қызда болса қатшы болған ең алғаш ел аузында Үрімханның жақсысы. Тарих боп бізге жетті дерегі, Қоймашы Әбілда көп еді оның берері. Капитан Исабай бас механик сұлтан боп жүргізгенді Сибір Орленок Астрадай кемені. Ұялда елге қызмет күштеді, пошташы боп Қалмырзағай істеді. Бибізат апа сатушы боп дүкенде адал ісі жұрт аузынан түспеді. Жазылған мен талай қаулы актілер, оралама сол бір дәурем бақ білер. Мотор даусын осы күні сағынам, таң сәріде таңға ауаны қақтілер. Осы күні теңізде мотор қайықта кетіп бара жатса бір түрлі боламын да. Сол кезде енді мысалы балықшыларға еріп, әкелеріміз ағаларымызға еріп барып, теңіздің қақ ортасында балық аулап жатқан кезде ауды тартысып көмектесетін едік. Кейбір дауыл болған кезде кәдімгідей ішке шақылдап су неғып жатқанда қорықпайтын едік. Осы күні ойлаймын отырып алып. Ойбай, сонда ана қайық аударылып кетсе біз өледі екенбіз-ау, оны ойымызға кіріп те шықпайтын еді. Балалық па, әлде балықтың қызығы ма, әлде соны балаларымызға айтсақ қазір сене ме, сенбейді. Ондайға қайыққа мынандай біздің ауылда осындайлар болды десең, тек қана көз көргендер ғана сенеді ғой, көргендер сенеді оған. Сордың ортасында жатыр ғой, болып биялымыз. Ой, қайран туған жерім-ай. Екі флот болатын еді ғой. Біреуі кішкентай флот, оларға алып келіп балықшылар аулаған балықтарын, қайықтарын алып, балықтарын сол өткізіп заводқа. Сосын үлкен флот болатын, оған кемелер тоқтайтын үлкен. Сол жерде двинамен су таситын едік, үлкен двинаға су құйып алып келетін. Соны 7-сіне 2 рет қой деймін, ұмытпаса есіңде болса. Содан бәріміз траппенен шығып алып, үйімізге шелек бақырышқа шейін суды толтырып алатынымыз есімде. Мұзғалаға қыстың күні үлкен тростарды тартып, сол жерден мұзды мұзғаланың ішіне сол темір тростарменен сол орап, соны моторға қосып қойып тартатыны есімде. Мұзды толтырып алатын. Сол жаз айында сол мұзды біздер қаппенен үйге таситынбыз. Арқамызда кішкентай қапты шешеміз таңып береді, соныменен үйге мұз таситынбыз. Жазда жаңағы двинамен су таситынбыз. Сонан кейін біздер жаздың күні балықты сол кептіреді, сол үлкен бір нелер ағаштардан соған іліп қояды ағаштарға, төбесі жабық, соның ішінде бірнеше қабат жаңа балықтарды. Әсіресе шомейка деген бір майлы балық болды. Біз сабақтан шыққаннан кейін шайды ішіп аламыз да, қалтамызға 1-2 тілім нан салып береді. Сонымен барып отырып, сол жерде балықты көзінен өткізетінбіз шомпылға. Сөйтіп біздер бір жағынан оқып, бір жағынан жаңағы еңбек істейтінбіз. Соның арасында біздерге демалдырып алып, бір жаңа кішкентай балықтардан береді, сол балықты нанмен қосып жейтінбіз. Сондай халық
балаларға деген керемет тәрбие берді. Мұғалімдеріміз тәрбие берді. Сосын май айында біздер жаңа дүкеннен үлкен оқушылар, мектептің үлкен оқушылары бутылка, жәшікке салынған бутылкаларды сол жеке кішкентай флотқа тасып беретінде, біз сол жерге суды кешіп жүріп бутылкалардың бәрін жуатынбыз. Соны жуып қайтадан соған жәшіктеріне орналастырып, жаңа үлкен класстың оқушылары соларды қайтадан таситын складқа қарата. Сондай бір керемет, өмірдің бір керемет жақсылықтарын, кереметтерін сол жерде көрдік қой. Біздің балалық шағымыз ойсыз, алаңсыз өсті деуге болады. Ұялы, қосшоқы, меншік, мекендеген күңгірі, думан деді балықшылар өмірі, сексеуіл, томар, қызу мен жылнар, керек болмай қарағанды көмірі. Кетем кейде сол шақтарды сағынып, балықшы ауыл жағдайға бағынып, ауыз суды тасып ішсе баржамен, мұз тартатын мұзғалаға жабылып. Көрмегендер сенбейді ме, сене ме, айттың деме, кемені де онеге. Балықшы ауыл көлік еді ең басты, Чкалов деп аталатын кемеде. Барлап алдын кеме басын бұратын, тастап алып Насыбайдан бір атым, капитан боп, моторшы боп жарасып, Нәсірадин Тұрман ата тұратын.